Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге оливье салатының рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге ет, картоп, жұмыртқа, сәбіз, горох, тұз және де майонез қажет болады. Алдымен етімізді кубик етіп турап аламыз. Еттің орнына колбасаны да пайдалануға болады. Мінекей етімізді осылай кубик етіп турап аламыз. Содан кейін дайын болған етімізді табағымызға саламыз. Енді картошкамызды да тура солай кубиктеп турап аламыз. Бұл салат өте дәмді болып шығады және дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Картошкамызды турап алғаннан соң, оны да етіміздің үстіне саламыз. Барлығын осылай бір ыдысқа жинаймыз. Енді жұмыртқамызды да кубик етіп турап аламыз. Турап болдық, енді оны да табағымыздың үстіне саламыз. Енді келесі кезекте сәбізімізді де кубик етіп турап аламыз. Турап болған соң табағымыздың үстіне оны да саламыз. Содан соң үстіне горохымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және керекті мөлшерде майонезімізді қосамыз. Солай бір келкі болғанға дейін жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Мінекей біздің салатымыз осымен дайын. Осы дайын болған салатымызды тарелкаларымызға салып, дастарханымызға ұсына беруімізге болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.